Қыздар сәлем, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін біз чизкейк дайындап үйренеміз. Бұл рецепт әрқайсы қыздың қолынан келеді. Ол үшін 400 грамм печеньені блендердің ішінде езіп аламыз. Мінекей осындай масса шығу керек, құм сияқты. Үстіне 180 грамм ерітілген сары май қосамыз және де араластырамыз. Формамызға пищевая бумага төсеп, жан-жағын сары маймен майлаймыз. Формамызға дайын болған массамызды саламыз. Жақсылап тұрып, форма бойынша, осы домалақ форма бойынша нығыздаймыз. Сіздер оны қасықпен немесе стаканмен жасасаңыздар болады. Орысша айтқанда біз утрамбовать етуіміз керек. Осылай утрамбовать етіп біткеннен кейін морозильникке 30 минутқа осы форманы салып қоюымыз қажет. Енді біз начинкасын жасайтын боламыз. Бізге 800 грамм кремета ірімшігі керек болады. Оны осылай қасықпен кішкене жұмсартып аламыз. Одан кейін үстіне 10 грамм ванильный сахар және де 200 грамм сахарная пудра қосамыз. Бәрін қасықпен немесе вилкамен араластыратын боламыз. Миксер қолданбаңыздар, әйтпесе құртып аласыздар. Кейін үстіне 2 жұмыртқа қосамыз. Осындай венчик алып алсаңыздар болады. Осы венчикпен араластырған өте ыңғайлы. Миксерді қолданбаңыздар. Себебі перебить етіп аламыз, яғни құртып алуымыз мүмкін кремді. Шамамен 3-4 минут осылай венчикпен араластырғаннан кейін біз 200 грамм 25% қаймақ қосуымыз қажет болады. Оны қосып араластырамыз. Кейін үстіне 400 грамм 33% сливке қосамыз. Осылай сұйық түрінде миксермен алдын ала шайқап керек емес. Жақсылап тұрып венчикпен араластырамыз. Миксерді қолданбаймыз, әйтпесе біз құртып аламыз біздің начинкамызды. Соңына таман 1 лимонның цедрасы және де жарты лимон шырынын қосып, тағы да бір рет толықтай араластырып шығамыз. Ең соңында бізге жүгері крахмалын қосу керек болады. Жүгері крахмалы менде 2 ас қасық, 2 немесе 3 ас қасық қоса берсеңіздер болады. Бұл жүгері крахмалы осы біздің чизкейкіміздің ровно түп-түзу болып пісу үшін, сынбасы үшін керек болады. Формамыздың сыртын осылай фольгамен қаптаймыз. Қалыңырақ, өте көп қып қаптаңыздар, ішіне су кіріп кетпеу үшін. Себебі біз водяная баняда пісіреміз. Чизкейк солай піссе, нағыз чизкейк болып шығады сіздерде. Қалың аямаңыздар фольганы. Кейін начинкамызды осы формамыздың ішіне саламыз. Ұрып керек емес, жай қасықпен түзулетіп, жайғастырып алсаңыздар жеткілікті болады. Енді чизкейкті 180 градуста пісіретін боламыз. Пештің ішіне осындай ыдыс қойып, қайнатылған су құямыз. Тура осы ыдыстың ішіне біз чизкейкті қоямыз. 180 градуста 30 минут пісіреміз. Кейін градусты 150-ге дейін төмен түсіріп, тағы да 30 минут пісіреміз. Кейін пешті өшіріп, 1 сағат чизкейк өзі сол жылуда тұру қажет болады. Пештің аузын мүлде ашпаңыздар. Тура қалай тұр, солай тұру керек. Мінекей біздің чизкейк дайын. Енді біз бұны суытуға қойып қоямыз. Тура осы формасымен кейін холодильникке 12 сағатқа қойып қойымыз қажет болады. 12 сағат өткеннен кейін шетімен кішкене осы пышақпен өтеміз. Қатты жабысқамас үшін формадан өте абайлап аламыз. Чизкейкіміз біздің дайын. Сіздерде де шығады деген ойдамын. Бірінші кесерден бұрын пышақты жақсылап тұрып ыстық суға малып алуымыз қажет болады. Сол кезде біздің чизкейк өте керемет кесілетін болады. Бұл ең керемет чизкейк рецебі, сіздерде шығады деген үміттемін. Тек осы мен қалай айттым, тура мен сияқты жасаңыздар. Сол кезде сіздерден шығады. Менің арнамда болғандарыңыз үшін үлкен рахмет, астарыңыз дәмді болсын.